Сәлем достар, бүгін мандариннан жасалған ерекше пирог жасайтын боламыз. Бұл пирогты жаңа жылда жасайтын болсаңыздар, дастарханның көркін ашып тұрады. Мендегі форманың диаметрі 22 см. Осы формаға 6 мандарин кетті. Бірінші мандариндарымызды алашып аламыз. Одан кейін дәл осы видеодағыдай ортасынан бөліп шығасыздар. Ішінде дәндері болса барлығын тазалап алып тастайсыздар. Формамызды бірінші майлап шығамыз, немесе пергаментный қағаз жайсаңыздар да болады. Одан кейін бетіне біраз ұн себеміз. Ұнның үстіне біраз қант себесіздер. Дайын тұрған мандариндарыңызды дәл видеодағыдай барлығын қойып шығасыздар. Енді қамырына 1 мандарин саламыз. 2 жұмыртқа, шым-шым тұз. Барлығын блендермен езіп шығасыздар. Таза ыдысқа сүзгіштің көмегімен барлығын сүзіп шығасыздар. Қалақпен арасында қозғап отырыңыздар. Енді үстіне 130 грамм қант, біраз мандариннің цедрасын үккіштен өткізесіздер. Барлығын араластырамыз. 150 грамм сұйық май, 150 грамм су, барлығын араластырамыз. 220 грамм ұнға 10 грамм разрыхлитель салып араластырып, азаздан салып отырып араластырасыздар. Шыққан массамызды мандариннің бетіне құямыз. Лопаточканың көмегімен барлығын тегістеп шығасыздар. Алдын ала духовкаларыңызды 180 градусқа ысытып алып, 40-45 минут пісірамыз. Осылай пісіп шыққаннан кейін үлкендеу ыдысқа төңкересіздер. Бетіндегісін ақырындап аласыздар. Осылай өте әдемі болып пісіп шығады. Өте сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.